atam aman dedim. Gözlerime ısık dümen tasvirlegen öz kalpağın. Yersin sen kara kalpağın. Gözlerime ısık dümen tasvirlegen öz kalpağın. Yersin sen kara kalpağın. Бірлеспесіне мен Назарова Липсара өнімге татанысқа. Мен сіздерге бүгін күні Қарақалпақтың үйлері ұшын мәлімет дегенде мен түсінесіз. Бұл мәлімет біздің қадіриятlarımыз, түрік әдеттеріміз бәрі кіреді. Сіздердің өздеріңіз телевизордан көріп жүрген шығарсыз, я болмаса өздеріңіз қариды көріп жүрген шығарсыз. Біздің қазіргі Қарақалпақ халқының қадіриятlarының бірі болған қариды bunu bizler saklap kalıp yeni usulü ravajlandırıp жүрміз. Қазір біздердің халіміз dünya жүзіне салдары шығып кетті. Бұдан хабарыңыз қаршыдар, өздеріңіз. Мен бүгін сіздерге өзімнің білген өнерім, бұл шеберлік. Шеберлік өнері бұл әулеттен әулетке өтуде мүмкін. Мысалы, анасында бар болса бұл шеберлік сол қанынан өтуі мүмкін. Кемпір апасында бар болса, мен өзім үшінші әулеттен. Менің анамның анасы маған бұндай тоқуды үйреткен. Мен сіздер сол сабағыңызда минет сабағы деп айтылатын еді, бұрын әзір енді басқаша болып айтылып жатырған шығар. Содан сіздер білесіз, түсінесіз, қызлар әрқашан шебер болу керек. Өзі тоқи алатұғын, өзі тіге алатұғын, солай ма? Сол нәрсеге мен сіздерді еледе жігерлендіріп, еледе сіздерге күш-қуат бағышлайын, осы шеберлікті қалдырмай өздері де істесін, анасынан үйренсін, мұғалімнен үйренсін деп мен сіздерге және де қысқашарақ бір Қарақалпақ қариы туралы айтып кете жатқан. Мен көп жылдардан бері Қарақалпақ қариыны тағылатұғын нақыстар туралы айтып жатқан. Міне бүгін әзіріне алдыңызда көріп тұрыпсыз. Бұл не екен деуіңіз мүмкін, нақыстары сұлу екен деуіңіз мүмкін. Солай ма? Я болмаса нақыстары онша сіздерге ұнамай тұрмас. Біргелікте сөйлесіп өтеміз да, біргелікте. Тым-тыр сүттен содержание соңылмай ма сіздерден? Өздеріңіз біліп алып қойсаңыз болды. Атын қызыл қараменен тоқылған қызыл нұр деп аталады. Бұл әрбір қылға салынатын нақыстың аты бар. Мен мынау құлаққа тағылатын сырғаға ұсап тұрып па? Қарап отырсаңыз, сол міне сырға нағыз деп аталады. Мен осы сырға нағызды салып біздер қызыл нұр тоқып қойдық. Бұл қаридың ішінен нағызы сұлу болып тұру үшін, қаридың іші сұлу болып тұру үшін тағылатын құр болып тұрады ба? Енді міне бұл жерде бұл қаридың ішінің безектері көп нәрсені талап етеді. Тек қана бір қызыл құр емес, қызыл құр, ақ құр, ақбас құр, белбеу деген болады, осындай ақтан тоқылған. Неге мынандай емес па, бірақ енді сәл басқашалау нағыздары. Мен сіздерге бүгін бұл сабақта үшін тек көрсетіп кетейін деп келдім. Мынау да құр ішінен тағылады. Енді мынадан келсек, бұл мына үлкен нағызды болып тұрған, бұл гремге ұсақ тұрыпты. Бұны бұрын ата-бабаларымыз ұзын қылып тоқып, 15 метр, 20 метр тоқып, біріне кесіп, тігіп, гілем орнына пайдаланды. Диванға қойды. Бұны да, өздері ешбір уақытта гілем деген болмағаны, ешбір заманда ұзыны гілеме қойған. Бұның енді нақысы жоқ қиысы болды. Нақысылары жоқ вариантлары бар да, оны құрып жерге палас есағында төседі. Сонымен не демекші мен? Бұрынғы ата-бабаларыңыз, аналарыңыз сіздердің сондай шебер болып, ешқандай болар, еш нәрсені сатып алмаған, бәрі өзі істеген. Себебі қорасында қой болған, оның жүнін қырқып сағат ұршыққа иірген болар. Біздер әзірге ұршыққа иіріп емес, оны таяқ сабақлардан, басқа миллиардлардан алдырып, сабақларын тоқып жатырмыз да. Біздерге оны не емес, тоқып батырған үшін. Бұрынғы аналарымыздың бәрі. Ешкі сақмаған, ешкінің жүні оны да қырқып, ұршыққа иіріп, оны бояған реңдерге. Бұрын пашкеде бояу болатын. Қызыл бояу, қара бояу, жасыл бояу, мысалы сары бояу. Соларды бояп өздерінше жібістеген.
мына нағыз қыздар, бұл кішкене ысырған нағыз деп аталып жатырыпты да, бұл мына ысырған нағыз болып тұрыпты. Бұл нағызы жаңағы сырғадай болып тұрыпты ғой, міне. Бұл да жаңағыдай алаша вариант. Бұның бәрінен тоқылып алаша төгеді. Енді мына заттарға келсек, бұны да қолда жасаймыз. Бұны реңді сабақтарды алып, бұны ішіне қолдан өздеріміз мынаны істейміз. Сөйтіп бұның ұшына мынадай түйін түйеміз. Бұны өз алдына бұрап аламыз. Мынандай ала, сөйтіп бұл сабақтарды мынадай түйін шығарамыз. Бұның аты шаян түйін деп аталады. Бұны қарүйдің ішіне уық дегені бар. Қарүйдің керегесі, уығы, шаңарағы бөлімдері болады. Соған бұлай байлап, нақыстар іліп қойады. Уақыттың өтуіменен 70-ші жылдары 13 класты бітіріп болғаннан кейін мен ұсияқтың институтын оқуға кіріп кетіп, бұл зат қалып кеттім. Сонан кейін мен де сіздерде мұғалім көп істедім, онан басқа педагогический тарамдарда істеп кеттім, бұл зат қалып. 48 жылдан кейін пенсияға шығып болғаннан соң бұл затты қайтып істедім. Қазір 15-16 жыл болды, бұл затты істеп жатырмын. Істесеңіз сіздердің біріншіден өзіңіздің мүдделеріңізді сақтаған болсаңыз, екіншіден бұл зат сіздер үшін бұл зат не? Дәрәмат табатын, ақша табатын нәрсе. Бұны сатып көп ақша етуге болады. Қазір біздің осы Қарақалпақтың мүдделеріне, нарысына дүние жүзі қызылады. Мен қазір қанмен жерге барып жүрмін, осы өнердің арқасында. Қанмен жерге қатынасама, фестиваль бола ма, көргізулер бола ма, республика бола ма, барлық әңгіме мемлекеттерде мен барамын соған. Сіздерден сөйтіп өздеріңіз. Соның үшін қандай нәрсе барлық шеберлер сіздердің өзіңіз қолыңызда. Тек қана телефонға асылып отыра бермейін. Сондай заттарды үйреніп, мен сіздерді қасыңызданмын. Көп барып үйренсеңіз болады. Настырып үйренсеңіз де болады, құт оқып үйренсеңіз де болады. Бірақ бос уақытты жібермейді. Сіздерге бұл зат керек. Мен әзір мысалы сіздерге үлкен жасыл күн болып көрініп тұрғанымен мен ақша табамын. Көп ақша табамын. Мен сіздерге қосамын. Дүнияға белгілі адам боласыз. Мен жақында міне биылғы жылы Мирзияров өз қолыменен көкірегіме осы мүдделікті істегенім үшін өрден бар. Мен сіздер неге таппайсыз? Бәрібір Қарақалпақтың перзенті сондай атақ абыройға ие болу керек. Сіз нәрсені істеуге жәрдем керек. Қорықпаңыз, айтыңыз. Мен мына жерде даңғылының жайында сағанам бар, қарүй бар, біздің қарүй көріп жүрген шығарсыз. Кешек әулет біліп жүрдік. Менің қап қоймам керек болса. Мектепке келіп үйретесіз бе десеңіз, мен мектепке де осы заттарды алып кеп сіздерді осындай тоқуға үйрете аламын. Егер өздеріңіз қалесеңіз. Үйренесің бе? Үйренесің.